Қайырлы күн қымбатты Тыңдай FM арнасының тыңдармандары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі мазмұн қазақтың батыр қыздары. Тарихи шығарма. Тыңдай отырыңыздар. Қазақ арулары сұлулығымен, ибасымен, ісмерлігімен ғана емес, ер жүректігімен, батырлығымен де аты шыққан. Сақ патшайымы Томрис пен бертіндегі Әлия мен Мәншүк. Одан да бері Ләззат пен Сәбираға дейінде талай батыр арулар болған. Айбике ару. Айбике ару Абылай ханның жау тылындағы барлаушыларының басшысы болған. Оның қол астында бірнеше тыңшы барлаушылар болған. Ол ұзақ жылдар бойы қолға түскен күң бейнесіне еніп, қалмақ хонтайшысының ордасында күтуші болады. Жаудың күші мен шапқыншылық ниеті туралы Абылай ханға Қаракерей Қабанбай мен Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ ұлы Жәнібек пен Қыпшақ Тілеулі батырларға астыртын құпия хабарлар мен мәліметтерді жеткізіп отырған. Ер жүрек қыз Айбике қалмақ тілін өте жетік меңгерген екен. Оның үстіне Тарбағатай мен Алтайдың таулы өңірлерінде, Зайсан мен Марқакөл маңында кез келген уақытта ат пен адаспай жол тауып жүре беретін жер шолғыш қасиеті де бар екен. Айбике ару жоңғар мемлекеті құлағаннан кейін өз еліне аман есен оралады. Гауһар батыр. Қазақ пен қалмақ арасындағы соғыс кезінде ерлік істерімен ел есінде қалған қазақ батыр әйелдерінің бірі Гауһар. Ол атақты Қаракерей Қабанбай батырының жан-жары, Басентин Малайсары батырдың туған қарындасы. Қабанбай батырдың қауіп-қатерге толы сансыз жорықтарында Гауһар ана ерекше табандылықпен қанды шайқастарға қатысқан. Қабанбай мен Гауһардың тұңғыштары Назым да өзінің ерлік істерімен тарихта аты қалған. 1724 жылы қазақтардың сол кездегі астанасы Түркістан қаласына жоңғарлардың қалың қолы тұтқиылдан шабуылға алады. Осы шайқаста кіші жүздің ханы Әбілқайыр 30 мың әскер, орта жүзден Сәмеке 20 мың әскер дайындап, Қабанбай бас сардарлығымен жоңғарға қарсы шабуылға шықпақ болып жатқанда, Гауһар жоңғарлардың қоршауын ерлікпен бұзып шығып, Қабанбайға жаудың жағдайы жөнінде толық мәліметтер береді. 1725 жылы әйгілі Бұланты жеңісі осының нәтижесі еді. Кейін Гауһар Қабанбайға өмірлік жолдас болып, уақыт өте келе Гауһар батыр атанады. Гауһар батырдың азан шақырып қойған аты Майсара екен. Назым. Назым батыр Қаракерей Қабанбай мен оның жары Гауһардан туған. Әкесімен бірге 18 ғасырда қазақ жоңғар соғысына қатысып, отан қорғаған. 1745 жылы жоңғар хонтайшысы Қалдан Серен өліп, жоңғарлардың өз ішінде таққа талас басталады. Осы сәтті ұтымды пайдаланған Абылай хан Түркістан мен Сыр бойындағы қалаларды азат етуді мақсат етеді. Жоңғар тарапынан Қалдан Сереннің ортаншылы тақ мұрагері Сейін Доржы шығады. Ол өзінің қалың қолымен Абылай әскерлерінен бұрын келіп бекініп алады. Абылай жаңа құрған алуды Қабанбайға бұйырады. Зеңбіректен жауған оқтан көптеген сарбаздар қырылып, Абылайдың қолы еріксіз кейін шегінеді. Не істерін білмей тұрғанда, Назым қазақ жасақтарының оң жақ тұсынан Доржы тұрған төбеге қарай «Қабанбай, Қабанбай» деп ұран тастап суырылып шығады. Қыздың қолында не найза, не сойлы жоқ, бар болғаны қамшы ғана. Мұны көрген қалың қол шыдай алмай, «Абылай, Абылай, Ақжол, Ақжол, Қабанбай, Қабанбай» деп айғайлап зеңбірекшілерді таптап өтеді. Жоңғарларды жеңгеннен кейін Абылай қыздың осыншама ерлігіне риза болып, оған беліндегі сом алтыннан соғылған белбеуін сыйға тартыпты. Абылайдың жоңғарларды толық талқандануына жол салған сол жеңісі Назымның атымен байланысты аталады. Бопай Қасымқызы. Қазақтың 1838-1847 жылдардағы
Ұлт азаттық қозғалысының ұйымдастырушысы Кенесары Қасымұлының қарындасы Бопай ханымның есімі көпшілікке біршама таныс. Ол Кенесары Қасымұлы құрған хандықтың сыртқы және ішкі саясатына белсенді араласып, аянбай тер төгеді. Бопай қолбасшылыққа өжеттік, көсемдік, жеңіске деген сенім, салқынқандылық, қайсарлық, шешендік тән болған. Ол өзінің күйеуі Сәмеке мен оның туыстары Сұлтан, Сартеке және Досан Әбілқайыровтарды да көтеріліске қатысуға шақырған екен. Олар келісім бермеген соң, Бопай 1837 жылы өзінің күйеуін және оның туыстарын тастап, өзімен 6 баласын алып, өз тағдырын көтерілісшілер тағдырымен бір жола қосады. Бопай зекет жинайтын және көтеріліске қосылмаған сұлтандардың мүлкімен азық-түлігін тартып алатын 600 адамдық ерекше топты басқарады. Сондай-ақ ол Кенесарының ірі шайқастарына қатысқан және партизандық жорықтар жасайтын болған. Бопай Кенесарының барлық кеңестеріне қатысып отырған. Ал Кенесары Бопайдың ақыл кеңестеріне құлақ асқан. Жапалақ. Тілеулі батырдың некелі 9 әйелі болған екен. Соның бірі Тама Есет батырдың туған қарындасы Жапалақ. Ол жарымен бірге жорықтарға қатысып, Құралайды көзден ататын мергендігімен қалмақтардың талайларын жайратып салған. Баласын дүниеге әкелгеннен кейін, оның тәрбиесіне айрықша назар аударып, шайқастарға шығуы сиреген. Ботагөз батыр. Тама Есет батырдың қызы. Ботагөз жас кезінде апасы Жапалақпен бірге жүріп, одан соғыс өнерін үйренеді. Тарихи деректер бойынша 1742 жылы Есет батыр мен Тілеулі батырды Әбілқайыр хан шақыртып, екеуі Орынборға жол жүріп кетеді. Соны біліп алған жоңғарлар ауылдың жылқысын алып кету үшін шабуыл жасап, қуғыншыларды қырып салады. Ботагөз бірден қолына қару алып, 150 сарбазбен шапқыншыларға қарсы шығады. Осы шайқаста Ботагөз қалмақтардың қолбасшысы Қонды Тайжыны аттының үстінен жұлып алып, сүйретіп әкетеді. Мұны көрген қалмақтар бытырай қашып, көбі садақ оғын ұшады. Қалмақ Қонтайшысы қазақ қызынан жеңіліп, керемет қорланады. Ботагөз Есет қызының осы ерлігін растайтын құнды тарихи құжаттар Ақтөбенің облыстық мұражайында сақталып тұр. 1749 жылы Барақ сұлтанның қолынан Әбілқайыр хан қаза табады. Оның орнына тағына баласы Нұралының отыру рәсіміне Ажыбай би елдің бас көтерер бар азаматтарын ертіп Орынборға аттанып кетеді. Соны пайдаланып, еділ қалмақтары қорғансыз ауылды қанға бөктіріп, бүкіл малды барымталап айдап кетеді. Мұны естіген Есет Көке ұлының қызы Ботагөз аз уақытта өз руының жігіттерін жауға тойтарыс беруге шақырады. 150-дей сарбаздарды бастап, Ойыл өзені бойында қамсыз жатқан қалмақтарға аш бөрідей тиісіп, кек қайтарады. Сол жерде жауын тұтқындап алып келіп, тартып алынған мал мүлікті еліне қайтарады. Бақты қыз. Бақты Алашорда көсемдерінің бірі, азаттық қозғалысының алыбы, Мұстапа Шоқайдың әжесі, Торғай Датқаның бәйбішесі. Ол 19 ғасырдың ортасында әкесімен бірге Түркістанды жаулаушы орыс отаршылдарына қарсы күресіп, жау торабын барлаушылық қызметін атқарған. Оның тапқырлықтары мен ержүректігі, батырлығы туралы аңыз әңгімелер ел арасында көп сақталған. Сапура батыр. Ресей патшалығына шаруалар қолын басуға шыққан орыс әскерлеріне қарсы күрестің аты аңызға айналған қолбасшысы әйел басымен қол бастауға қымсынбай, бір құпия тұлға Көктемір туралы аңызды таратады. Орыс әскерлері оның әйел екенін білмеген, тек Көктемір деп таныған. Олардың дерек көздерінде Пугачев көтерілісі кезінде қазақ даласында ұстатпайтын үстін, көрінбейтін жан деп аталған Сапура Мәтен қызы жұмбақ жағдайда өмірден өтеді. Көктемір Сапура қызы туралы ғалым Бекмұқанов көрінбейтін адам туралы аңыз атты зерттеу еңбегін жазған. Жәнделі қыз. Қалмақ шапқыншылығы кезінде кейіннен Алтай, Тарбағатайды Қытайлар емденіп қалмақшы болғанда ерлігімен, тапқырлығымен аты шыққан қыздардың бірі Жәнделі.
Оның руы Найман. Жауынгерлер оның атын ұран еткен. Найман қызы Жәнделі туралы Ноғайбай ақын былай деп жырлаған: Гүліндей жау қазынның нәзік жүзі, халқымыз ұмытқан жоқ асыл қызын, адамзаттың аққуы Жәнделінің, жауға аттанған сауырдың жатыр ізі. Мәметуа Мәншүк Жиенғали қызы, Кеңес одағының батыры. 1922 жылғы Күртіп облысы Орда ауданында туылған. Әсілгі аты Мәнсия. 5 жасынан бастап оны әкесінің немере інісі Ахмет Мәметов және әйелі Әмина асырап алған. Үлкен қара көзі, пысықтығы, ширақтығы үшін олар баланы еркелетіп Моншағым деп атаған. Өзінен атын сұрағанда бала Мәншүк деп жауап берген. Солай аты Мәншүк боп қала берген. 1937 жылдың қуғын сүргініне Мәметовтер әулеті де ұшырады. Ғылыми зерттеу институтының директоры Ахмет Мәметов қамауға алынды. Ол кісінің әйеліне айтқан соңғы сөзі: менің Мәншүгімді ренжітпе, аман сақта. Кейіннен Ахмет Мәметов ақталды. Бірақ олардың отбасы қудаланып, қыспаққа. Есейген Мәншүк әкесінен бас тартпады, оны сатпады. Ол әкесінің қамалуын қате деп санады. Мектепті бітірген соң Мәншүк медицина институтына оқуға түсті. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк 18 жаста болатын. Ол соғысқа бару, отанын қорғау туралы шешім қабылдады. Өтінішінде фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайымда, апайымда жоқ. Сондықтан өзімді жіберіңіз деп жазған. 1939 жылдан бері комсомолмын. 1941 жылы 7 тамыз. Бір жыл бойы Мәншүк әскери комиссариаттан өзін әскерге жіберуі туралы өтінді. 1942 жылдың 13 тамызында Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасы майданға аттанды. Оның құрамында 4890 жауынгер, оның ішінде 2 қазақ қызы, дәрігер Мәриям Сарылбаева және Мәншүк Мәметова болған екен. Бригаданы ұлы дана ақын Жамбыл өлеңімен шығарып салыпты. Әскердің қиындығын Мәншүк елдермен қатар көрді. Жер жорғалап, судан жүзіп, қалың ну ормандардан өтті. Пулемет атып үйренді. 21-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының ең жақсы пулемет атқышы атағына ие болды. Ол ержүректің үлгісі болды. Оны дивизия жауынгерлері мақтан тұтқан. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысында Новел қаласын босату үшін Изоча станциясындағы 173 метр биіктікте өте қатал соғыс болды. Мәншүк өзінің әскери бөлімінің шабуылын пулемет отымен қолдады. Мәншүктің басына оқ тиді. Соңғы күштерін жинап, Мәншүк пулеметін ашық жерге алып шығып, жолдастарына жолды тазалап, фашистердің тікелей бетіне атып, оларды аямай қиратты. Қайтыс болған Мәншүк пулеметтің саптарын қолына тастай қатты қысып алған екен. Сол қан майданда Мәншүк Мәметова ерлікпен қаза тапты. Кеңес социалистік республикалар одағы жоғарғы кеңесінің жарлығымен 1944 жылдың 1 наурызында неміс басқыншыларымен соғысу майданындағы қолбасшының әскери тапсырмаларын бұлжытпай орындағаны себепті көрсеткен ерлігі үшін Мәншүк Мәметоваға Кеңес одағының батыр атағы берілді. Мәншүк соғыстан аттанған Алматы қаласына Кеңес одағының түпкір-түпкірлерінен алғыс хаттар бар еді. Новел қаласында Мәншүк атында көше бар. Әлия Нұрмұқамет қызы Молдағалуа, Кеңес одағының батыры. Әлия Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында Сарқұлып Нұрмұқамет және Молдағалуа Маржанның отбасында 1925 жылдың 15 маусымында дүниеге келген. Әлия 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болды. Нұрмұқамет Сарқұлыптың қолында 2 баласы ұлы Бағдат және қызы Әлия қалды. Әкесі Әлияны нағашы әжесі Тәжікенге беруге мәжбүр болды. Әжесі қазіргі Құрайлы ауылында тұрған, немересін өте жақсы көрген. Оған адамгершілікті, жақсылықты, еңбекқорлықты үйреткен. Әлия нағашысы Әубәкір Молдағалуаның үйінде. Нағашысының қызы өзімен құрдас Сапурамен өсіп есейді. Үй іші Әлияны өте жақсы көрді. Әубәкірдің әйелі Сәни қыздарға көп нәрсені үйретті.
Оған қыздар үй жұмысына көмектесті. Кішкентай бауырларын тәрбиелеп бақты. Өз құрдастарына қарағанда Әлияның мінезі қыңыр қатал болатын. 1933 жылы Молдағұловтар отбасы Шалқардан Жамбылға, бұл кезде Әулие Ата деген кішкентай станцияға көшіп барды. Нағашысы темір жолдың 3-ші ауданы саяси бөлімінің инструкторы болып қызмет істеді. Үйлері темір жол вокзалының жанында болды. Үйдің жанындағы темір жол мектебіне 1-ші сыныбында оқыды. 1935 жылы нағашысы Әубәкір әскери көлік академиясына оқуға түсіп, отбасымен Москваға көшті. Ал соғыстың алдында академиямен бірге Ленинградқа көшті. Ленинградта Смоленский ауданында Силуйский көшесінде 2-ші үйде тұрды. Отбасы жағдайына байланысты нағашысы Әлияны Краснодарский аудандағы Гурдин көшесінде 46-ші балалар үйіне тапсырды. Бұл балалар үйінің оқушылары қасында орналасқан үлкен даңғылдағы 9-ші мектепте оқыды. Қазір бұл 140-ші мектеп. 1980 жылы Ленсоптың атқару комитетінің шешімімен Гурдин көшесіне Әлия Молдағалуаның аты берілді. Әлия Ленинградты шын жүрегімен жақсы көрді. Бұл қала оның 2-ші отаны болды. Әлияның мұғалімдері, бірге оқыған дос қыздары оны өте ұстамды. Терең ойлы, таза оқыпты деп естерін алады. Ол жауһарларды жек көріп, олар бүкіл балалардың алдында сынап ұрсатын. 6-7 сыныпта Әлия староста болған. Өздік оқуы және үлгілі тәртіп үшін Әлияны Қырымдағы бүкіл одақтық пионерлер лагері Артекке жіберген. Артекте батырлардың тақтасында атақты батырлармен Рубен Рибаруй, Тимур Френзуенің қасында Әлия Молдағалуаның да суреті бар. Әлия оқуда өте зерек, талапты, ынталы болып, кітапты көп оқыды. Соғыс басталған жазда Әлия детдомның балаларымен бірге Сиверский станциясында болған. Маусымның аяғында олар Ленинградқа қайтып келді. Балалар үлкендерге көмектесті, кішкентай балаларды бағып қарасты. Қаланың сыртында қорғаныс қамалдарын салысты. Суық бөлмедегі сабақта ауа ескерту сигналы бұзылғанда Әлия балалармен шатырға жүгіріп, немістің тастаған өрт бомбаларын сөндірді. Сабақтан кейін Әлия госпиталға барып, жарақаттанған жауынгерлерге көмектесті. Ленинградта немістер қамауға алып, оның тұрғындарын ашаршылыққа ұшыратты. 46-шы балалар үйінің аға пионер жетекшісі Лидия Костинаның естелігінде Әлия шанамен суға барып, аштықтан көшеде есінен танып құлаған. Сөйтсе ол өзінің нанның жартысын Хаты деген қызға берген екен. 1941 жылдың 4 қарашасында Әлия комсомолға өтті. 1942 жылдың наурызында 46-шы балалар үйімен Әлия Ладога көліндегі өмір жолымен Ленинградтан Ярослав облысы Некрасов ауданы Вятско селосына көшті. Бұнда балалар оқуымен қатар колхозда жұмыс істеді. Сол ауыл мектебінің ботаника мұғалімі Татьяна Суверованың айтуы бойынша Әлия жақсы оқитын, ән салатын, билейтін. Достары көп болатын, бірақ мінезі тұйық, өзі туралы ашылып ештеңе айтпайтын. 1942 жылы тамыз айында Әлия Рибисик қаласына ұшқыштың оқуына кететінін Лида Кратуа деген досын айтты. 1942 жылдың 1 қазанында Әлия Рибисик әуе техномының студенті болды. Бірақ оқудың ұзақтығына шыдамай, 3 айдан кейін қала әскери комиссариатына өтініш беріп, Қызыл әскерге кетуіне байланысты 1942 жылдың 21 желтоқсанда техникумнан шығып кетті. Бүкіл одақтық Лениншіл коммунистік жастар одағы, комсомол, орталық комитеті және КСРО қорғаныс халық комиссариатының бастамасымен мемлекетте алғаш рет атқыш снайперлерді дайындайтын әйелдер курстары ашылды. Осы курстар негізінде 1943 жылдың мамырында снайперлік дайындық орталық әйелдер мектебі ұйымдастырылды. Әуелі курстар Москва облысы Перов ауданы Ушанки селосында, граф Шереметов Удаспысының оранжересінде, кейін Москва облысы Щелков ауданы Амиров деревениясында және Подольск қаласында орналасқан. Әлия снайпер мектебінің бірінші
түскен тобының 4-ші ротасында оқыды. Кішкентай бойы үшін бұл ротаның қыздарын қарындаштар деп атаған. 1943 жылдың 23 ақпанында курсант қыздар ант берді. Әлия оқуға бар ынтасымен зейінімен берілді. Көз өткірлігін, мергендігін, қолдың нақтылығын көп жаттықтырды. Сонымен қатар ол жер жорғалап еңбектеуді, қол және станко пулеметтен, автоматтан, танкіге қарсы қарудан атуды үйренді. Оқу жеңіл болған жоқ, Әлия жақсы атқыш болды. Бірақ оның майданға бару мақсатына тағы бір кедергі пайда болды. Мектеп басшылары емтиханнан кейін Әлияны майданға жібермей, мектепте басқа жаңа курсанттарды үйрететін инструктор ретінде қалдыру туралы шешім қабылдады. Оны естіген Әлия әскери ұстап пен тәртіпті ұмытып, бәрібір майданға кетемін деп тұрып алды. 1943 жылдың шілдесінде Әлия солтүстік батыс майданда 54-ші атқыштар бригадасын аттанды. Бұнда да алдағы қатарға жетуіне кедергі болған оның жасы және бойы. 4-ші батальонның снайпері болды. Көп уақыт тосып немістерді аңдып отырып, оларды атты. Бір рет немістің сынық танкісіне бұғып отырып, 2 немісті атты. 3-ші оқпен окоптан шығып тұрған стероп құбырды атты. Фашистер снайперді байқап, миномет пен зеңбіректерден оқ жаудырды. Танктың астыңғы люгін ашып, Әлия жерді бауырлап, өз бөлімшесіне жетті. Ұлы октябрь мейрам алдында Әлия бір күні 7 немісті атып түсірді. Бір күні дос қыздармен келе жатып, 7 фашистке жолықты. Біреуін Әлия, екеуін достар атты. Қалғанын қыздар қамауға алып бастыққа кеп тапсырды. 1944 жылдың қаңтарында Псков облысы Насуа теміржол станциясына немістерді шығару мақсаты қойылды. Фашистер қатты қарсыласты. Артерия от жаудырды. Әлияның Ростосының командирі қаза болды. Жауынгерлер сасып қалды. Сонда Әлия атып тұрып, отан үшін алға деп айғай салды. Оның соңында бүкіл рота көтеріліп шабуылға шықты. Әлияның қолына минаның сынығы тиді. Бірақ ол автоматын тастамай, бір неміс офицерін атты. Офицер жауап беріп, Әлияны 2-ші рет жарақаттады. Соңғы рет Әлия атып, немісті өлтірді. Казачиха деревнясының батысында Смердель деген кішкентай өзеннің биік жағасында достары Әлияны жерледі. 1944 жылдың 14 қаңтарында қазақ халқының ер қызы, Ленинградтың ер қызы Әлия Нұрмұхамед қызы Молдағалуова отан үшін, ел үшін батырлықпен шәйт болды. Оның батальондық достары Әлия үшін жаудан қанды кек аламыз деп ант берді. Кеңес социалистік республикалар одағы жоғарғы кеңесінің жарлығымен 1944 жылдың 4 маусымында көрсеткен ерлігі үшін ефрептер Әлия Нұрмұхамед қызы Молдағалуоваға кеңес одағының батыр атағы берілді. Соғыстан кейін Псков облысы Новоэльский ауданының әр түрлі жерлеріндегі жауынгерлердің сүйектері Казачиха деревнясына 4 шақырым жердегі Монокоп селосына кіреберістегі жотадағы бір ағайындық зиратқа әскери салтанатпен жерленді. Мәншүк Мәмбетова мен Әлия Молдағалуованың туған жерлері де жақын. Атырау облысы Орда ауданы және Ақтөбе облысы Қобда ауданы. Екеуі бір жерде қайтыс болды. Мәншүк Псков облысы Новоэл қаласында, одан теміржолмен солтүстікке қарай 60 шақырым жерде Псков облысы Насуа станциясында Әлия ерлікпен қаза болды. Әңгіме ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.